Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде сыр подкастының қонағы Эльмира ханым. 9 баланың анасы, 10 баланы тоже асырап алған мать героиня да. Бүгінгі подкасттың сізді шақырғаныма, сізді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Өйткені бұл өте пайдалы, тек қана мен ойымша қыз келіншектерге емес, әкелерге де бұл пайдалы подкаст болады деп ойлаймын. Тұрмысқа шыққысы келіп отқан сіздің, өйткені мен инстаграмда қалай өміріңізді көрсетіп жатсыз, бала шағаңызбен, қалай сіз күйеуіңізбен татулы. Менде мынандай бір ой болатын алдында да енді, то что көп баласы болса, ол кедей болады дегенде ше. Сіз сол стереотиптердің бәрін бұзып жатсыз. Сол себептен сізді бүгін қонақ қылып шақырып отырмыз. Рахмет. Да, өзіңізді енді толығырақ таныстырып өтсеңіз. Есімім Эльмира. Найман елінің қызы боламын. 9 баланың анасымын, Алланың берген. 10 балам бар, өзіңіз айтпақшы, Мұхамеджаным. Өкіл баламыз десек болады, ол баланы. Ата-анамның үлкен тұңғыш перзентімін. Бауырларым бар өзімнен кейін. Қыпшақ елінің келінімін. Ата-енемен бірге тұратын келінмін. Өзім туралы айтып кететін болсам, ата әженің тәрбиесін көріп өскен қызбын. Аллаға шүкір, 2 атам да 2 әжем де болған, нағашы жақ, өзім жақ дегендей. Еркелеп өскен қызбын. Жаңағы тұңғыш немересімін 2 жақтында. Шүкір деймін, енді ол кезде ол кісілердің қадірін білмедім ғой да. Қазір қарап отырсам, қандай керемет балалық шақ болған бізде де. Телефон жоқ, басқа жоқ. Бәрі кәдімгі таза, ата әжеміздің қолынан піскен жаңағы бау-бақшаның жемістері, әжеміздің жапқан, тезекке жапқан тапан наны, ол тезекті өзі жасағаны, сауған жаңағы сүті, оны жаңа өзі пісіріп, махаббатпен бергені, енді айта берсең көп қой. Нағашы әжеме барсам да сол дүние, 5 уақыт намаздары, жаңағы кейде бір ораза кезінде барып қалсаң, түннің жарымында тұрып, тар көже пісіріп атады, бұрқыратып, талқанын жасап жатады, 5 уақыт намазын оқып жатады, бау-бақшаны жай қалдырып жатады, жаңағы өздері пісіріп өсірген қауын кесіп жатады, жаным, күнім, айым деп. Сол жерге кіргізіп жібердіңіз ғой прям бізді. Айта берсем өте көп. Енді шүкір деймін. Сондай балалық шағым, сондай бір керемет отбасыда ата-әжеге еркелеп өскен қызбын. Қай жақта өскенсіз? Түркістан облысы Темірлан елді мекенінде дүниеге келіп, сол жерде өсіп жетілгем. Мектепті сол жерде бітіргем. Өз ата-әжеме келсем, атам аппақ шапаны бар, аппақ тақиясы бар. Сол Темірлан елді мекенінің бір белгілі, бір құрметті азаматы болған. Молда кісі болған ол кісі. Кімнің қызысың десе, Қалбай атаның немересімін десем, бүкіл ел танитын да. Ал нағашы жағыма келетін болсам, нағашы бабам бар еді. Нағашы атамның әкесі 100-ге кеп қайтыс болған. Асан деген кісі, ол кісі. Кенесары ханның шөбересі ол кісі. Сонымен мақтанамын. Текті жерден екенсіз? Иә, шүкір деймін. Ол кісі 100 жасқа келгенше көзілдіріксіз Құран кітап оқып отырған. Қазір таң қаласың ғой шынымен де. И өлетін күніне дейін, өлетін сәтіне дейін біліп отырған ол кісі. Қалай сонда? Міне мен мына күні дүниеден өтем, мына сәтте дүниеден өтем деп бауырларына, өзінен кейінгі бала шағасына, ұрпағына айтып дайындап отырған. Сондай бір сверхъестественный әулие кісі болған деп айтамын. Ол кісіге дем салдыруға көп ел келген, әртүрлі проблемасымен. Соның бәрін оқып, әйтеуір бар білген жасап, Құранмен оқып, сондай бір керемет кісі болған деп айта аламын енді. Сол кезде шынымен дағы өзі айтқан күні өмірден кетті ма? Иә, айтқан күні, айтқан сәтте өмірден кетті. Қалай сөз бәрімен қоштасып дегендей ме? Иә. Енді қызық нәрсе, ол кісінің баласы, мен нағашы атам 86 жасында ма дүниеден өтті. 2 апта бұрын дүниеден өтер алдын, дені сап-сау кісі, бірақ
2 апта бұрын бүкіл ағайын туысымен бала шағасымен қош айтысып, соңында мен анама келген, осылай кетейін деп жатырмын деп, анам сөйлеген, не деп жатсыз, бір болмайтын нәрсені айтып, қызықсыз сізде бәрін уайымдетіп деп, солай жіберген ол кісіні да. Сонымен мен мына күні кетем деп, жаңа намазын оқып, дәретін алып, дайындалып, бәрі сенбеген ғой соған дейін. И жаңа молдасы құрып отырып, шапаны иығында, жаңа бүкіл несін айтып, калимасын айтып, жаймен жүріп кеткен. Өмірімде бірінші естіп тұрмын. Шынымен таң қалам ше. Иә, таң қалықты жағдай. Сондай бір керемет жандар болған. Значит, сіздің тұқымыңыздан ұрпағында, получается, не болып тұр ғой енді? Солай шығар. Енді қазір анама қараймын, шынымен тектілігі бар да, өте қайратты, өте мықты, адал. Эгоизм деген ноль ғой мен анамда ше. Кәдімгі бір нәрсені істесе, жанымен, тәнмен беріліп, адал жасайды да, ол кісінің, білмеймін енді, ол кісіге жету қиын. Ал енді сіздің өміріңізге келсек та, жолдасыңызды қалай кездестірдіңіз? Жолдасымды кездестіру өте бір қызық, өте бір сондай жағдай болды. Мектеп бітірдім, сонымен әкем Мұхтар Әуезов атындағы университетке түсесің деді, сол жаққа апарды мені. Бірақ білмеймін, жүрегім Манап Өтебаев атындағы ол кезде экономика және колледж еді ғой, қазір білмеймін қалай аталатынын. Сол Манап Өтебаев колледжіне түскім келді, қатты бір ниетім, сол жаққа жүрегім бұрып тұрды. Әкем жоқ, Мұхтар Әуезовке түсесің деп. Сонымен білмеймін, Аллах нәсіп етіп, Манап Өтебаев атындағы колледжге түстім. Сол жерде таныстым ғой жігітіммен. Қалай болды бірінші? Любовь с первого взгляда болды ма? Иә, группаны бөлді. БД-12 банковское дело факультетіне түстім. Өйткені ол кезде әкем банкте жұмыс жасайтын, кредитный отделдің начальнигі еді. Сонымен группада 30 қыз 2 баламыз. Қызықты. Сонымен отырмыз бір группада 30 қыз 2 бала, 2 жігіт. Мен ең артында отырмын. Сонымен мен жігітім кіріп келді, жанында досы бар. Досы мен жерлесім, Темірланның баласы. И біз сіздердің кураторларыңыз боламыз деді. Сонымен қыздар шулап кетті, білді ғой енді студент екенін. Сөйтіп жігітім былай қарады да, маған көзін қысты. Мен де түсінбей қалдым да, бірақ дым мән берген жоқпын. Сонымен 2-3 күннен кейін ол кезде жүзімге апаратын, мақтаға апаратын да студенттер. Қапланбек, Сарағаш ауданы, Қапланбек ауылына жүзімге сельхозкаға кеттік. Сол жаққа артымнан іздеп келді ғой, не керек. Солай таныстығымыз бір үлкен махаббатқа жалғасып, 2 жыл жүріп, солай бас қостық десем болады. Бірінші баланс туралы. Енді сізде болатын болса, енді бізде тема бүгін балдардың тәрбиесі да, қалай сіз қазіргі қыз келіншектер, не то что там 9 да, қазір болатын болса 2-3-еуден кейін все стоп. Қазір болатын болса еще қазір интернетте бір анда үлкен бір пропаганда жүріп жатқан сияқты да, адамдарға там көп бала тумаңдар, өздерің үшін ғана өмір сүріңдер дейтін. Сіз болатын болсаңыз соның қарама қайшы вариантын айтып, сол нәрсені жеткізсеңіз. Бірінші балаңыз қалай дүниеге келді? Қай жылы? Бірінші перзентім, бірінші негізі тұрмысқа шыққаннан кейін бір түсік тастадым. Ол сөздің ұяттығы жоқ деді ғой. Одан кейін қызымды көтердім. Тұңғыш қызым 99 жылы дүниеге келді, Нұргүлім. Әлі есімде қалай оны толғатқаным, қалай дүниеге алып келгенім. Ол да бір кітап десең болады. Сол қызымды дүниеге алып келдім. Одан кейінгі балам екеуінің арасы 4 жас. Өйткені бір білмеймін енді, Аллах өзі бір перерыв жасады десем болады. Бірақ шүкір деймін, сол бір 4 жылда ата-енеме қатты қызмет қылдым. Бір келіндік міндетімді бір көбірек атқардым да сол кезеңде. 2003 декабрь айында 2-ші перзентім дүниеге келді, Бекзатым. Одан кейін Бекзаттан кейін тағы да бір баланы көтеріп 4 айлық болып, ол да ішімде шетінеп қалып. Одан кейін 2007-де Нұрсұлтаным дүниеге келді, солай. Да, вот сізде енді болатын болса, главный секрет та сізде енді инстаграмыңызды көреміз, балдарыңыз өздерінің арттарын жинайды.
көрем то, что сіз ана гаджетке де қатты да, қазір телефондар нелердің заманы болып тұрғаннан кейін онша қатты көп бермейсіз. Сіз получается енді бірінші 99 жылғы дедіңіз, ол енді телефонның емес, то есть басқа заман адамдар ғой, 2000 жылға дейін, дұрыс па? Үлкеніңізбен, қазіргі кішілеріңізбен қалай тәрбие бересіз, оны сіздер күйеуіңіз екеуіңіз бір нәрсе оқыдыңыздар ма, дайын болдыңыздар ма, или ол опытпен келді ма? То есть көптеген ата-аналар дайын емес. Мен өзім ерте ата-ана болдық. Бірінші қызымыз енді подопытный кролик болды ғой, енді білмеген нәрсеміздің барлығын жасап дегендей. Вот сол туралы бөлсеңіз. Енді оның бәрі өте келе болған дүние ғой. Үлкендерімде, үлкен перзенттерімде өзім жас келін едім. Жас келіндік міндетімді атқару барысында едім да. Ата-енемен бірге тұрдым. 1000 адам келіп, 1000 адам кетіп жатады. Келін кетім адам, бала кішкене қараусыз қалып қояды деген сияқты да. Бірақ перзенттерімнің жеп ішіп жатқан асына қатты мән беретін жастайымнан. Өйткені солай өстім ғой өзім, ата-әжемнен көріп та, соны қайталадым да. Одан кейін уақыт өте келе, өзің де жасың келе, ақылың да бір өсет өзіңмен қосып та, оң солыңа қарайсың, сонымен опыт көбейеді ғой. Былайша айтқанда. Бірақ жаңағы мен инста парақшамда көп сұрақтар қойып жатыр ғой. Осылай қалай баланы тәрбиелеуге болады? Жаңағы киімін дұрыстау, киіміне қарау, жаңағы конверт қылып жинап қойды ғой, по полочкам балдарында. Ұл бала болсын, қыз бала болсын, қалай деп көп сұрақтар қойып жатыр да директіме. Ол бірінші тұңғыш перзентінен бастайсың оны. Кейін білмеймін, кейін кішкене поздно болады ма, или болады ма, білмеймін енді. Мен үлкен қызымды, енді өзім өте таза әйелмін, бөлмеме, өзім заттарыма қатты қараймын да, ұқыптымын десем болады. Мен ешкім өзін мақтаған дұрыс емес негізінде. Жаңағы элементарный киіміңді жинайсың ғой да, мысалы шкафты жинау бүгін. Шкафымды жинайтын кезде қызымды қасыма отырғызып қоямын кішкентайынан. Сөйтемді, киімдердің бәрін по полочкам жинаймын. Оны сен қызың көреді ғой. Значит, көрсету керек та? Иә, өзің көрсетуің керексің. Бірінші өзің жасауың керексің. Әрбір балам осындай болса екен ғой деген дүниені сен өзіңнен бастайсың. Бөлмеңді таза ұста. Мысалы, мен киім ауыстырмаймын ешкіммен да. Берем ба, болды, оны от души берем, оны қайтан алмаймын. Оны солай балдарыма айтып отырамын. Солай ғой. Үлкен қызымнан бастадым. Мысалы, көп еңбек еттім да, үлкен қызым көрді мені, қалай еңбек етем, мен қонақты қалай күтем, күн демей, түн демей. Кішкентай кезінде екітаж үйде жаңағы қонақ келу керек болады. Ол кезде жаңағы рюкзак деген жоқ, баланы іліп алатын. Ана қыз жатпайды. Сонымен ана орамалдарымды алам да, былай байлаймын да, 3-4 жерден қызымды былай неғып алам, іліп алам, или арқама, көбіне арқама іліп алам. Сөйтіп байлаймын, құлап қалмасын деп, сонымен тірлік жасайтын тұғым. Пол жуатын болсам да тыныш жатады да, сенің жаныңа жабысып тұрса, бала тыныш жатады. И ол көреді ғой кішкентайынан анасы не жасап жатыр, ана ерігіп жатыр ма, тырнағын пилкалап отыр ма, или еңбек етіп жатыр ма, соның бәрін бала көреді ғой. Тазалықты кішкентайынан. Сол тәрбие. Содан получается уже соны кішкентай кезінен көріп өскеннен кейін оған ол нормально болып, иә, жеңіл қабылдайды. одан кейін уже біз еріншек екенбіз ғой өзіміз мына жерде. Сондай. Одан кейін жаңа қызым уже кішкене өсіп жетілгенде киімін қалай бүктеу керек екенін үйретіп, жоқ былай бүктей ма, дұрыс емес па, қайттан аламды, давай қайттан бүкте Нұргүл. Дұрыс емес па, жоқ олай емес Нұргүл, давай қайттан бүктейміз деп, солай таптай қыз болды. Машаллах, да. Смотрите, енді көп балалы анасыз, енді Құдайға шүкір, да, әлеуметтік жағдайларыңыз да жақсы дегендей. Менде бір ой келеді, сіздің күйеуіңіз там бай семьядан ба, да, вот басында дүниелеріңіз қандай болды, вот сол туралы шамалы бөліссеңіз. Өйткені енді менде бір ой болды. Хорошо, бұл кісі көп бала неғады екен, значит, скорее всего, там муж из богатой семьи дейтін бір енді ой келеді ғой бізде енді образ, да? Жігітім өте қарапайым отбасыда өскен, әке-шешесі жаңағы саудамен айналысқан.
өзі мектеп уақытысында жаңа демалыстар болады ғой, сол кезде анасына әкесіне көмектескен, мысалы дарбыз сатқан, қауын сатқан, сондай өте қарапайым отбасында өскен. Даже жаңа ағаларымен, туыс ағаларымен бірге жаңа ол кезде жаңа стройкада жұмыс жасайды ғой, соларға барып жәрдем беріп, жаңа тиын тебен тауып, сондай қарапайым отбасында өскен. Кейін бірақ жігітім өсіп жетіліп, ер азамат болып неғанда, бой түзеген кезде бір бизнесті бастап, солай керемет бір Аллах сәтін салып, солай жақсы болып кеткен жұмысы да, берекелді болып та. Вот айтады ғой енді әрбір бала өзінің берекесімен ризығымен келеді дейтін ше. Енді сіздер ол нәрсені енді толықтай көрдіңіздер ғой енді да. Мен өзім байқаймын тоже, бізде де әрбір бала туылғаннан кейін да, Құдайға шүкір, жағдайымызда, жұмысымызда жақсы жүре бастайды. Вот насколько сол балдар дүниеге келгені влиять етеді. Кейбіреулерге қарайсың, кейбіреулерді ондай емес, сөйтіп ойлайсың да, енді көп балалы болған дұрыс па деп. Енді ше, әр адамның өзінің ниеті деп ойлаймын. Айтады ғой, сөзіңді түзе дейді да, сөзің әдетіңе айналады дейді. Әдетің мінезіңе айналады дейді. Ал мінезің сенің өмірің дейді да. Ана инста парақшамда кейде бір негативтер жазады ғой, қарасам үлкен апайлар да, өзін бала шағасын салып қойған. Енді аз да өте, бірақ солай шығады. Прям жүрегім ауырады да, үлкен апайлар, олар бізге үлгі болу керек қой. Ол кісілердің ана да жаулықты, ол кісілер тек қана жақсы сөз айту керек қой. Қандай жаман дүние, енді жаман дүние жоқ қой мен инста парақшамда. Қандай жаман дүние бола тұрса да, айналайын жаным бұлай жасамаған деп жаймен айту керек қой да. Соған бір қатты қынжыламын да, неге бұлай деп та. Мысалы мен жасым 46-ға толам, бірақ өзімді бір 80 жастағы бір ой өрісімді солай көрем да. Біз үлгі болуымыз керек да жастарға, по-другому никак та. Орысша сөйлеп араластырып жатсам айып етпеңіздер. Солай көрем да, сол сөзіңді түзеуің керексің, жақсы сөйлей білу керек, жақсы көре білу керек, жүрегің ашық бола білу керек, қолың ашық бола білу керек. Адамның өзіне байланысты бәрі. Бәрін Алладан тілеу керек. Адамнан емес, Алладан тіле. Балдардың көбейген сайын, саны көбейген сайын, негізі әлеуметтік жағдайға берекелі. Аллах тағала, мен келін болып түскенде, енемнің енесі, әжем, жігітімнің әжесі тіреді. Өте керемет кісі еді. Прям есіме түсіп, жылағым да келеді, ол кісіні сағынам да. Өйткені ол кісіден көп жақсылық көргем да. Жаны ашитын, сол кісі маған көп айтатын. Туа бер, туғаның олжа, жаным, туғаның олжа деп айта беретін да. Білмеймін, сол жігітім күледі ғой қазір. Сол кісінің айтқанын жасадың ау деп та. Да, вот, например, адамдар береке деп айтады ғой да. Бірақ мағынасын түсіне бермейтін сияқты да. Вот сіз өзіңіз қалай түсінесіз негізінде? Бағанағыдай береке алып келеді. То есть ол андай бір количество ақшада емес. Береке деген мағынаны мен түсінетінім, ол байлық емес әрине. Не бір әлемде не бір өте бай адамдар бар, ақшасы көп, қаяққа жұмсарын білмей жатқан, бірақ рахат жоқ, жан тыныштығы жоқ. Береке ол бірінші деніңнің саулығы, отбасыңның бар болғаны, бала шағаңның дені сау, 12 мүшесі сау, ақылы сау болғаны, сол бір береке, бірлік деген сол ғой. Жаңағы қара шайыңды де, қара наныңды сол бала шағамен күліп ойнап, шүйіркелесіп отырып ішсең, сол береке деп ойлаймын. Ең бірінші денсаулық қой. Денің сау болса, барлығын жасап алуға болады ғой, Құдайым ау, да. Қазір денсаулық дейді да. Енді бала туу дейтін оңай емес. Барлық витамин, барлық нәрсе береді ғой. Көп келіншектердің тістері там проблема болып жатады, денсаулығымен проблема болып жатады, там белі ауыра бастайды дегендей да. Сізде денсаулығыңыз қалай? Ойнап кеттік қой. Аллаға шүкір деп айтайын. Өйткені мен өзімде бір денсаулығымда проблема көрсем, не бір жаңағы сал адамдар бар ғой. Сал? Сал, 12 мүшесі. Дұрыс емес, жүре алмайтын, немесе көре алмайтын, немесе жаңағы элементарный тамақ іше алмайтын да. Сондай ден саулығында ақау бар адамдарды көресің ғой. Сол кезде сал дейді ғой енді. Қазақша айтқанда, сол кезде шүкір деймін. Мен не деп жаңағы
жылап отырмын деймін да, орысша айтқанда жаловаться етіп отырмын деймін да өзімнің денсаулығыма. Менің қолым сау, аяғым сау, көзім көреді, құлағым естиді, ар жағым бір әрекет жасап жаңағы дұрыс емес тағамдарды жемей, өзімді тыйып, нәпсімді тыйып солай жасасам болады ғой. А оны жасай алмайтын жаңағы өмірлік жаңағы креслоға байланған адамдар бар ғой, соларды еске аламын. Сөйтсем де өзімді тәрбиелеймін, қамшылаймын, дұрыс тамақ жеуге тырысамын, дұрыс тамақ дайындауға тырысамын. Бірақтан енді денсаулығыңызда енді все равно бала Енді әрине, иә. әрине. Сіз өзіңіздің денсаулығыңызға қалай там өзіңізді күтім да, например, бізде қалай там 40 күнге дейін әйелге там қарау керек, не алу керек, өзіңіз сондай бір секреттеріңіз, лайфхактарыңыз бар ма жас келіншектермен бөлісетін? Мен өзіме келсем, әр босанғанда күтінбегем, күтінетінде де бір жағдайда болмады ма, балалығым болды ма, бірақ кейін өте келе балалық кетті ғой. 7-ші, 8-ші, 9-ші балдарда ар жағында бала шаға тұр ғой. Оларға қарау керек, олардың тамағын дайындау керек, солай бір күтім болмады. Бірақ шүкір, бәрі жақсы. Сізде сол кезде өзіңіз Құдай берген енді сондай денсаулық болып тұр ғой да? Енді сол да шығар. Физкультурамен, там правильное питаниемен. Бірінші бисмиллах деп азанда сумен бастайсың. Дұрыс емес тағамдар бәрі білет, қазір ешкім ақымақ емес, бәрі тұр, телевизордан айтып жатыр, интернетте тұр, айқайлап жатыр, мына тағам дұрыс емес, мына тағам дұрыс деп та. Болды, ақыл есің бүтін ба, соны саралап, сапалап шеш та. Соған мән берем. Дұрыс емес па, жемеймін, өзімді тыямын. Мысалы, базарға бардым ба, азаннан кешке дейін жүретін уақыт болады, мысалы, көп зат алуға болады. Құр су ішіп жүре беремін. Бір күмәнді тағамдар жемеймін да, лучше үйге барып қара шайымды ішейін деймін да. Балдарыңызшы, тағам жағынан да, маған анда жерде сөйлескен кезде сізге там барған адамға Лейламен яғыңыздар, тағамдарыңыз өте бір дәмді дейді да. Сол туралы өзіңіз секретіңіз. Балдар қазір кішкентай балдар да тамақ жемейді ғой. Да? Нормально бір тамақ иді істесе, сорпа бір нәрсе ішпейді. Әрине, ол жемейді, сен жаңа тәттіні беріп қойсаң тамақтың алдында, дұрыс емес нәрсемен тойдырып қойсаң, ол қалай жейді ол? Соны бөлсінші. Мен енді тағамға қатысты келсем, 6-шы класстан бастап тамақ жасай бастадым. Енді үлкенім ғой. Әжем айтты, анаңа көмектесейші, бойың сораймай депті. Қамыр жайсай, бойың сорайма деп, әжем үйретті қамыр жаюды. Солай тамақ істеп кеттім. Анам кейін беймарал маған беріп қойды тамақ жасауды. Солай тамақ жасап кеттім. И әкем айтатын, Эльмираның қолы тәтті, Эльмираның жасаған әрбір тамағы тәтті. Менің қызым ертең бір ресторанды басқаратын, сондай бір күшті, мықты адам болады деп солай айтатын да. Әкем көп айтатын. Қазір күлем ғой, ана үйімнің кухнясын басқарып отырмын ғой, папа деймін да. Сізде прям целый ресторан да жа? Иә, сол ғой, сонша адамға тамақ дайындау. Солай, кейін келін болып түскенде де тамақ жасау, ешқандай проблема болған жоқ менде. Тамақ жасау керек па, жасаймын. Қамыр жаю керек па, жаямын. Шекарын тазалау керек па, тазалаймын. Пісіру керек нәрсенің бәрін пісіремін. Фирменный блюдоңыз қандай? Мен істей алмайым деген тамағым болған жоқ, тағамым. Банк жабу керек па, сатылап жауып тастаймын. Таң қалған қабысындарым, 18 жасар қыз, мынау қай уақытта үйреніп үлгерген бәрін деп та. Оны сіз, получается, өзіңіз үйден үйренгенсіз? Әжемнен, анамнан үйренген. Қаншалықты сол маңызды деп ойлайсыз тұрмысқа шыққан кезде? То есть енді қазір енді көп қыз келіншектер оны дайындалмайды да. Содан кейін енді тұрмысқа шыққаннан кейін енді одан да проблемалар шыға бастайды ғой енді. Енемен проблема дейді, қазір күйеуде там разы болмайды дейді. Сол сіз, например, қыз келіншектер қазіргі заманда күшті тамақ жасауды білу керек, парыз ба? Енді менің ойым парыз. Өйткені ана орыстарда сөз бар ғой, первое впечатление дейді ғой. Сен өзің барып, өзіңді көрсетуің керексің да. Солай ғой мысалы өмірде да? Любой жерде. Енді сен басқа отбасыға, басқа әлемге бара жатсың ғой, сен өзіңнің ата-анаң саған бойыңа не сіңірді, қандай тәлім тәрбие берді, соның бәрін көрсетуің керексің ғой. Енді ары ойлай берсеңізші.
ол парыз деп ойлаймын ше. Ол мен жеке ойым, енді қыздар ренжімесін. Барғанда сартылдатып бүкіл тамақты жасап, бәрін пісіріп, таптай қылып, енді көрсетіп алсаң, ары қарай ешқандай бір қиындық болмайды ше, шын айтқанда. Сен кейін қанша жасамай отырсаң да, сол бірінші келгендегі сенің бір нең олардың ойында, миында қалыптасады. Мен есіме түсіп кетті. Бірінші рет келіншегім үйге келеді, да, бірінші күн ғой, бірінші рет тамақ істеп жатыр. Света сорпа жасады, есімде жоқ. И бізде ана томатный банка бар ғой, томатный банканың сырты да, бірақ ішіне ана әшше томат болады ғой андай. Иә. Сөйтеді дағыны, ол дәмін көрмеген. Иә, алғандағыны соны тағады кісі. Сөйтіп бәрімізге қиып береді. Сөйтеді дағыны, бірінші папам мен мамам ішеді. Сөйтіп папам ары қарай шыдап ішіп отыр. Мен ананы не аламын, ішу невозможно. Сөйтіп өте қиын болғандығын біріншісі. Сөйтіп мен Ақнұр айтады, не ақ томаттың ішіне мынандай салды. Я говорю, біздің үйде солай сала береді, мамам біледі ғой деген. Ол да сұрамай. Сондай сияқтарында бәріміз сосын күліп еске аламыз осы күнді да. Бірақ сонда да жігіт мысалы қызға ғашық болды ғой да. Білу керек та, білдің сен да оны. Тамақ жасай алмайтын білдің. Бала мысалы қараймын, 16 жасар қыздар да тұрмысқа шығып жатыр да. Ол бала да, ол жасай алмайды. Сен оны біліп тұрсың. Оны алып алғаннан кейін оны талап етудің қажеті жоқ. Жаймен үйрету керек. Ол бала ғой. 18 жас, 20 жастың өзі бала ғой. Қазір мен үшін бала 20 жастың өзі. Оны жаймен үйрет. Оны олай сен білмейсің, сен не үйреткен, не тәрбие берген деп олай көңілін түсірудің қажеті жоқ та. Өте дұрыс айтасыз деп ойлаймын. Иә, оны үйрету керек жаймен. Сен оны алдың ғой. Бала күйінде, жас күйінде алдың. Ол мүмкін шынымен де еркелеп өскен шығар да. Анасы жасаған, анасы жас өткен да. Болды, ары қарай жаймен тәрбиеле. Мен енді келіншегім тоже қазақ-түрік лицейде оқыған. Мен де өзім қазақ-түрік лицейде общежитие жатқан ғой енді. 5 жыл бойы общежитие жату, енді тамақ істемеді деген сөз ғой практически. Иә. Анасы екеуі тұрады. И біз барлығын ашық сөйлесіп алғанбыз да. То есть сен қалай тамақ жасайсың енді сұрайсың ғой енді. Сөйтіп мен түсіндім. Енді тамақты мен көп істемегенмін деген сөз, значит менде андай ожидание жоқ та. То, что ол барып қазір қамырды бүйтіп жайып жібереді, бүйтіп жібереді. Мен үйдегілерге айттым. Мен келіншегім өте ақылды, оқыған қыз, бірақтан мына тамақ жақтан, не жақтан енді жайлап үйренер. Да? Сабырлықпен қарайық. Қазір келіп, особенно қыз келіншектерге өте ауыр ғой. Біреудің үйіне бар, қонақ болып келеді. Да? Ол өзінің правиласын үйреніп қалған. Біз сияқты томаттың ішінде аджиканы ұстайтындар бар дегенде да. И біз келіп, сол келіншектерге, получается, андай сразу супер келіншек болып кету дейтін бізде понятие бар сияқты да. Ол дұрыс емес. Менің ойым, жеке ойым деп айтайыншы. Ол психологически и так-то оған ауыр, и оған болатын супер грузды беріп қояды, и олар болатын сосын өздерін жей бастайтын сияқты да. И мен байқайтын көп келін болып кетседі ғой енді. Келіндікті бірінші орынға қоятын сияқты. Вот сол туралы сізден сұрағым келген. Сіз күйеуіңіз бар. Бірақтан бірінші очередь ата-ананың разылығы дейді енді, ата-ененің да. И отношение с мужем да, күйеуімен қарым-қатынас қалып қояды. Вот сізде сондай дүниелер болды ма? Қазіргі ондай адамдарға қандай өзіңіз кеңес бересіз? Енді біздің заман басқа дегенде ғой. Біздің заман басқа. Бірақ біздің алдымыздағы ата-анамыздың заманы басқа. Одан алдын ата-әжеміздің көргені басқа да. Бізде ондай жағдай болды. Бірінші ата-енеге қызмет қылу, күйеу айдалада қап қойған күндер өте көп болды, жылдар бойы. Азында атып тұрасың да, шашыңды тарауға уақыт жоқ, тиіп аласың да, орамалды тағып аласың да, жүгіріп түсесің ғой. Кеш тұрып қалған жоқпын ба деп та. Бірақ қазір қараймын ғой жастарды, заман өзгерді. Қазір бұрынғыдай адам бұрын мықты болған ғой да. Қазір жастар ондай емес. Өйткені экология дейді, басқа дейді, шынымен де әлсіреген да. Сол үшін үйленді ғой жастар. Бірінші екеуі бір-біріне үйренісу керек, сіңісу керек. Соған ата-ана бір демеу, сондай бір поддержка дейді ғой, солай жасау керек. Поддержка беру керек та. Бір-біріне сіңісу керек та ол кісілер. Жаймен айтатын нәрсені жаймен, мен құдағайым, қызым
айтады ғой, құдағайыңыз дейді өзінің енесін айтады, екінші анасын, ештеңені бетімізге келіп айтпайды дейді да, мынаны жаса деп та, жаймен WhatsApp-пен голосовой сообщение жібереді дейді да, Нұргүл, мынаны бүгін жасап қойыңдар деп. Солай да, подход солай болу керек та. Дұрыс подход дейсіз ғой. Ол кісіде ол ондай болмаған, ол кісі енді қиындық көрген шығар, бірақ ол өзгерді да. Былай ғой, мен көрдім қиындықты, сен де көр деу ол дұрыс емес. Дедовщина болып кетеді ғой, өзінің көрген нәрсесін армиядағыдай. Вот мен енді біз Ақнұр екеумізде енді тоже қанша болды, біз 15 жылдан болды ма бірге болғанымызға, ең бізге көмектескен қарама қатынасымызға да, біз бірге үйлендік, сосын біз шетелге көшіп кеттік қой. Біз шетелде тұрдық та, и енді көп адамдар сұрайды, қалай екеуің там тату тұрасыңдар дегендей. Мен ойымша біз бірінші екеуміз бір-бірімізбен өмір сүруді үйрендік. Да? Бір-бірімізге махаббатымыздың барлығын бердік. Біз практически 2 жыл бірге тұрдық та соқта шетелде. И сол нәрсе негізінде өте маңызды деп ойлаймын мен. Өйткені бала мен қыз екеуі бір-бірінің енді границасына кіріп кетесің ғой, сен уже бір комнатада өмір сүргеннен кейін да, там өзің носкиіңді лақтыратының бар дегендей ше, ол нәрсеге үйрену керек. И сосын біз екеуміз түсіндік, да, мен оның қандай адам екенін, мен қандай адам екенін, ол нәрсені біз қабылдадық, сөйлестік, компромиске келдік. Сосын біз ата-енемен бірге тұра бастадық Қазақстанға келгеннен кейін. И мен ойымша осы модель өте дұрыс деп ойлаймын. Басындағы енді біз сияқты енді 2 жыл болмаса да, бір определенный уақыт оларға бір бөлек тұрып, екеуі бір-бірімен өмір сүруді үйренсін деп та. Айтпесем, енді сразу алып, получается, ол келеді не то күйеуіне, уже 4-5 адамға, біреулерде там үйінде тағы да кішкі інілері болуы мүмкін. Вот солардың қамын ойлап, екеуінің арасында сразу же там махаббат жағынан да проблема болып қалуы мүмкін дейтін ойға қалай қарайсыз? Енді ол сіздің жеке ойыңыз ғой. Негізі адамға ауыр тимес үшін ол менің жеке ойым деп айту керек та. Дұрыс ол да. Енді біздің тәжірибеміз солай болды. Менің жеке ойым былай. Мен бір отбасыға келін болып түстім. Ол отбасымен танысуым керек мен. Мен бөлек сразу кетіп қалсам, мен сол күйі таныса алмай кетсем. Сол үшін мен ол отбасымен танысуым керекпін, ол отбасыға жақындасуым керекпін. Өйткені ол мен жан-жарымның бауырлары, ата-анасы, отбасы ғой. Сіңісуім керекпін. Бірақ жаңағы неде су сіңу үшін топырақ жұмсақ болу керек дейді ғой. Сол топырақ жұмсақ болу керек та. Ол топырақ, ол соқтағы сол отбасы. Олар да бірақ дайын емес қой. Тастай бат дейді, судай сің дейді, бірақ оның ар жағында күшті мағына жатыр ғой. Судай сіңу үшін топырақ жұмсақ болу керек. Ал жұмсақ болмаса бар ғой, тастай сап-сары соры шығып жатқан топырақтар, ол бетінде ағып кетіп қалады, сіңбейді. Сен жұмсақ болсаң, ол сіңіп кетеді. Супер, өте маңызды сөздер деп ойлаймын. Өйткені мен туған енді 3 әпкем бар ғой. Мен 4-шімін да. Енді әпшеңді тұрмысқа берген кезде қатты дұға етесің, ниет етесің, чтобы сен әпкеңді ешкімді ренжітпесін деп та. И мен всегда үйдегілерге айтатын, қараңыздар, бізде жақсы опыт болды, 3 қызды ұзаттық. Енді біреудің қызын алып жатырмыз. Сондықтан солай қабылдау керекпіз. Қалай не деген. Мен өзім негізінде қатты әке-шешеммен сол туралы сөйлестім да. Мен әке-шешем керемет адамдар, өздері жұмсақ, бізден топырақ жақсы болды деп ойлаймын енді. Әркім сөйтіп ойлайтын шығар енді. Но мен сондай бір дискуссия жұмыстар жүргіздім да. Бірінші қазір келіп строго не судите. Да? Барлық нәрсені менен дайындап сөйлеп дейтін қандай. Осы нәрсе де маңызды деп ойлаймын. Енді қазір менің адал келін келсінші, жақсы келін келсінші деп тілейді ғой. Мен былай тілеймін, жақсы ене болайыншы, тірі болып тұрсам. Адал ене бола білейінші, келіндермен жақсы ене бола білейінші, жұмсақ топырақтай жұмсақ бола білейінші деп бірінші соны тілеймін Алладан. Өзіңнен баста. Любой нәрсені өзіңнен баста. Өзіңде дұрыс емес, өзіңде проблема бар, сен жақсы келінді қалай тілейсің сен? Бірінші өзіңді тіле. Мен жақсы ене болайыншы, жақсы сондай салихалы, иманды келініме жайлы ене болайыншы де, Аллах тағалам сенің ниетіңе қарай жақсы келін береді. Керемет сөздер. Өте дұрыс дұға деп ойлаймын, иә? Да, бізде мен көп естимін.
бізге осы жақсы келін келсінші дейтінші. Әрбір жаңағы келін алайын деп жатқан енеге болашақ солай тілейді. Негізі сол жаңағыдай тілеу керек. Жақсы ене бола біл, айналайын жаным. Жұмсақ топырақтай жұмсақ бола біл, айналайын жаным. Өзіңнің болмысыңа, ниетіңе қарай жақсы келін келсін деп айту керек. Енді сондай енеге сондай келін де келеді дейтін. Мысалы, енді көпшілікке айтпаймын, кейбір енелерді байқаймын, келін келгесін дым жасамай қояды да. Көп емес, өте аз. Келін келгенде бір жасамай қояды да, ештеңкені да. Біздің ата әжелеріміз келін келді деген жоқ қой. Мен әжем, мамам келін ғой енді да. Келін келді деген жоқ, бау бақшасын жасап жатыр, огородын егіп жатыр, пияз, жүгері, қауын, қарбыз, помидор, жаңа қияр, бәрін егіп жатыр, бау бақша жайқалып тұр. Жаңағы малға қарайды, сиыр сауады, күбі піседі, май істейді, жаңағы тарыны, бидайды неден, не деп айтады, мынандай ұнтақтайтын, ұмытып қалдым ғой, содан ұнтақтайды, мақта шиеттейді, жібереді, бәріне, бүкіл бала шағасына, немерелеріне жаңа жүн нәски тоқып береді, от жағады, күл шығарады, тезек жасайды, бәрін жасады ғой әжеміз. Әжем 80-нен асқанша тезекке нан жапты, қамыр жайды. Адам солай. Енді қараңыз да, мен сол әжемнің болмысын көріп өстім ғой. Ол мен қартайдым деп жатпады ғой, көзі тас көрмей қалғанша. Мен неге жатуым керек? Мен де солай жасаймын. Аллах қуат берсін. Анам өзінің енесіне қарап, болмыс солай, келін келді деп отырмайды. Бәрін жасайды. Кейде айтамыз, бір демалсаңызшы, бір тас десең, не қылайын деп едіңдер, мені демалдырып дейді. Мен ауру қылайын деп едіңдер. Менің денім сау, 12 мүшем сау. Неге мен жасамайын? Өзім үшін жасаймын, жасасам. Менің үйім бұл. Ал отырсам сол кезде ауырамын дейді. Өте дұрыс деп ойлаймын. То есть өз денсаулығы үшін ол нәрсені қиналып жатса істемейді. Шаршадың ба, жат. Әжем айтатын, айналайын, шаршадың ба, қинама, келіншек болып, келін болып ұзатылып кетіп жатырмын ғой. Бәрін жаса дейді жаным, адал жаса. Бірақ шаршадың ба, орысша айтқанда, через не могу жасама. Көрпені бүркенді ұйықтап қал, демалда, тұрда бисмиллахпен қайтан тірлігін жалғастыра берді. Осы нәрсені айта білуді маңызды сияқты, қыздарға ше, бір нәрсе ауырып тұрса да, бет тұрса да, жоқ, маған айтуға болмайды, мен шыдау керекпін дейтін. Олай дұрыс емес. Ауырып тұрсын ба жаным да, болашақ келіндерге, жас келіндерге айтарым. Ауырып тұрсың ба, айт, түсінеді ғой. Апа, или там, мен ауырып тұрмын, мазам болмай тұр, жатып демалайыншы. Бүгін нан жасай алмайын деп тұрмын деп айтсаң түсінеді ғой. Любой адам түсінеді. Оны айта білу керек, айту керек. Мазаң болмай тұрма, көңіл күйің болмай тұрма, айт, ашығын айт. Сізде, получается, үлкен қызыңыз тұрмыста да? Одан кейінгі балдарыңыз? Келін сіргесі ба деген? Үлкен қызым тұрмыста, Ақтауда тұрады, қожа елінің келіні, 3 балапаны бар. Уже 3 балапаны бар ма? 3 балапаны бар. Аллаға шүкір деп айтам. Құдағайымнан, құдамнан тек қана мақтау естеймін. Керемет. Осындай қызды тәрбиелеген, рахмет сіздерге деп тек қана мақтау естеймін. Сол елдің, сол әулеттің мақтауы келіні деп те айтсам болады. Қалғандарыңыз әлі? Одан кейін балам студент, 4 жас дедім арасы. Кішкентайым 3-те. Ең кішкентайыңыз 3-те? Ең кішкентайым 3-те, немеремен құрдас. Немеремен құрдас? Өте қызықты екен, Получается, ол екеуі жасты болса да анаған как дядя сияқты болады ғой енді. Ойыншыққа таласады келгенде. Ойыншыққа таласады. Вот қалай негізінде, сіз получается қанша жасыңызда босандыңыз соңғы? Мен соңғымда 42 жасымда босандым. 42 жаста. Негізінде 40-тан кейін өте ауыр дейді ғой, сол рас па? Оның айырмашылығы не, дайындығыңыз басқаша бола ма? Ол плановый болды ма, не бесплановый болды ма? Босанғанша маған ауыр болған жоқ. Оны бір ойлайтындай да уақыт болған жоқ менде. Қызымды ұзаттым. Ұзату процесінде болдым да. Ұзаттым, Босанып жатқанда маған қиын болды. Өйткені ол бала 5,5 кило болып туылды. Өте үлкен болып туылды. Сол кезде бір қиналдым, одан жүре алмай қалдым.
жаңа аямды сүйрелеп аямды көтере алмай жүрем. 2 апта жүре алмай қалдым белімді салғанша. Сондай бір қиындықтар болды, бірақ оңай емес. Бізде енді қазір құдай қаласа 5-ші сынып күтіп отырмыз да, 4 баламен не ашу ғой енді үйде ше, айқай шу дегендей. Сіздерде қалай детский сад? Қалай, то есть оған үйреніп қаласыз ба уже? Просто мен представляете, мен өзім кішкентай кезімде армандайтын тұғым да. Почему-то менде осы 5 балам болсын. Енді кішкене Ақнұр екеуміз не қылады, қанша баланы қалайды? Мен білмеймін, 5 балам болса мен күшті болатын еді деп ойлаймын да. И мен енді жалғыз ұл болып өстім ғой. Менде вот мысалы үлкенім қыз, одан кейін ұлдар да. И сіздерді өздеріңізді кішкентай кезде армандадыңыздар ма? Қаншама балам болсын дейтін. Осыншама бала болады деп ойладыңыз ба? Қызық та, мен мектеп оқитын кезде қыздармен енді күліп ойнап айтамыз ғой, мен мынанша балам болады, мен мынанша балам болады деп. И мен почему-то мен 5 балам болады дейтін. Мен кем дегенде 5 бала шағам болады деп айтатын. Жігітімді кездестіргенше әрине. Жігітімді кездестірдім, ол кісі мен миыма басқа информация құйды. Қандай? Бізде 10 бала шаға болады. Прям сөйтіп айтты ма? Иә, бізде 10 бала шаға болады деді. Сонымен мен ол информацияны қорыта алмадым. Мен қалай босанам 10 бала шаған деген сондай бір қорқыныш та болды. Енді баламыз ғой енді. Сонымен бас қостық, шаңырақ көтердік. Ол кезде де айта берді. 10 бала шағамыз болады, Эльмира 10 бала шағамыз болады деп. Енді қазір қараймын, адамның ниеті екен ғой. Мен енді өзіме ниеттендім ғой, кем дегенде 5 бала шаға болады деп. А жігітім басқа ниет болды, ол кісіде 10 бала шаға болады деп. Аллаға шүкір деймін, 9-ын дүниеге алып келдім. Плюс Мұхамеджаным бар. Бұл сол туралы айтып өтсеңіздер да. Қараңыз, сізде өзіңізде и так та бала шағаңыз көп та. Сол кезде сіздер бір асырап алдыңыздар ма? Ол қалай болды? Сол айтып өтсеңіз. Жоқ, ол Мұхамеджанның ата-анасы бар, өте жақсы кісілер. Ауылда тұрады, қарапайым отбасы. Ол жігіттің үйге келу бір несі өте қызық болды. Оны айтпай ақ та қояйын. Басына өте бір қиын жағдай түскен. 9-шы класты бітіріп колледжге түскен. Жаңа ветеринарный колледж дейді ғой, Натастай жақта. Сол жаққа түскен и бір өте бір ауыр жағдайға түсіп қалған ол жігіт. Айтпай ақ қояйын не екен. Сонымен жан жақтан көмек іздейді. Сонда бір ағасы біздің Ерекең номерін береді ғой. Ерекең Қарамағында жұмыс жасайтын. Осы Ерекеңе хабарлас, осы кісі көмектесе алады деп. Сонымен Ерекеңе хабарласады. Болды, ешқандай неге келмей барып, баланы жаңа жәрдем беріп, үйге алып келеді 2 кештің арасында. Алып келді да, Эльмира, саған бала керек па деді. Бұл кезде 7-шісін босанып отырғам. Енді босанып отырғам. Керек деппін мен де. Алып кірді ана баланы, кішкентай бала. Солай үйге жаңағы не қылды, үйге алдық ол баланы, тәрбиеледік ол баланы. Өзіміздің бала шағамызды қалай тәрбиелеп жатырмыз, соған бауладық, көп білмеген үйреттік. Солай уақыт өте келе, міне 9 жыл болды, жүрегімізден үлкен орын алған жан. Шын мен жақсы көрем. Кәдімгідей сағынам да, бір жаққа кетіп қалса, жақсы көрем. Одан кейін кішкентайларым оны туған ағам деп ойлайды. Өйткені көз алдында ол жүр ғой, и туған ағам осының баласы деп ойлайды. Ол андай не емес па? То есть қорқыныш болған жоқ па сізде? Жоқ, қазанда мен балдарыммен сиыспай қалады. Ол қанша жаста еді получается? 15-те ме еді? 15-те. Подростық именно проблемный кез ғой негізінде. Как раз енді гормондары ұрып. Білмеймін, онда ешқандай бір жаман ойым болмаған екен. Айтады ғой, кең болсаң кем болмайсың деп. Сол әжем көп айтатын, кең болсаң кем болмайсың деп. Енді кеңдікті көріп өстік қой. Бір көрші нан сұрап келсе, әжем ыстық тезекке нан жауып жатса, мә дейді да бере салады. Әжем самаурынға шай қойып жатады, тезекке нан пісіп жатады. 2-3 кемпірді шақырады да шай ішейік дейді. Бірге шай ішеді. Олармен қосылып немерелер келеді. Олармен ойнаймыз асыр салып. Солай бір кеңдікте өстік қой біз да. Анам да сондай. Жаңа көршілермен жақсы қарым-қатынаста, есігі ашық әрдайым. Әрбір көршіге қол ұшын бере алады, көмектесе алады. Кеше бір 50-ге келгенше көршілердің қамырын жайып береді, барады да 10 зола қамыр жая салады. Ешқандай бір қиналмайды да.
енді соны көріп тұрып біз неге басқаша болуымыз керек та? Жоқ, сіз оны көріп өстіңіз да. Енді басқа адамдарға бір не бар ма, бір кеңес, вот сондай. Мен енді ондай кен адам деп айта алмаймын өзімді ше, да, оны ашық айтайын. Бірақтан енді сондай болуға енді тырысасың, ұмтыласың да. Бірақтан әшейін ол нәрсенің әрекетке енді көшпей жатыр да. Вот не істеуге болады сондай болу үшін? Или ол бір нәрсеге сену керексің ба? Или қалай ол деп отқан да? Әрине, бірінші Аллаға сенесің. Что саған қайтатын ба? Иә, Аллаға сенесің. Адамнан қайту маңызды емес. То есть барлық нәрсені Құдайдан күту да? Жасадың ба, оны күтпе. Ол Алладан еселеп қайтады. Қазір қараймын ғой, Аллаға шүкір деймін, құдағай болдық қой. И қараймын, құдама қараймын, құдағайыма қараймын, күйеу балама қараймын да, мама, папа дейді. Құда балдарыма қараймын, құдашаларыма қараймын. Шүкір деймін да, Аллаға шүкір деймін да. Мен жасаған нәрселерім Аллахтан қайтып жатыр да. Мың шүкір деймін. Мысалы, қызым кішкентай кезінде қыздарымның енелері жақсы болса екен, сондай бір жұмсақ болса екен деп көп тілейтін едім да. Қазір қараймын, тура Аллахтан не тіледім, тура соны берді да маған. Құдағайым мақтадай жұмсақ шынымен ше. И қызым да бір негатив айтпайды да, ақтауда, мысалы, қызым сағындым, бірақ қызым рахат жүр ғой. Құдағайым жақсы, құдам жақсы, күйеу балам жақсы. И шүкір, мың шүкір деймін, қыздың алысқа жақынға кеткен маңызды емес, ол қандай жерге барғаны маңызды. Алладан қайту деген сол ма ке? Сондай нәрсеге, значит, ол сенің емес, сенің бала шағаңа қайтуы мүмкін. Бала шаға деген ол Алланың берген ең үлкен сыйы ғой. Айтады ғой, адам ұрпағымен мәңгі жасайды дейді. 1000 жылдығын ойлаған адам ұрпақ тәрбиелейді. Шынымен ше, 100 жылдығын, 10 жылдығын ойлаған адам басқа нәрсе жасар, бірақ 1000 жылдығын, мәңгілік өмірін ойлаған адам ұрпақ тәрбиелейді. Соған қатты мән береді. Біздің отбасымыздың қағидасы сол. Жігітіміз екеуміздің қағидамыз. Аллах берді, бол сол аманатқа қиянат етпей, дұрыс бағыт бағдар беру. Біз өзімізді қамшылау, өзімізді тәрбиелеу, дұрыс адам болу да өзіміз. Әшейін көршіңнен бастады. Мен есігім жабылған адам емеспін. Есікті құлыптаған адам емеспін. Түнде ашық тұрады. 20 соттық жер, Аллаға шүкір, жағдайымыз жаман емес. Бірақ есік құлыптаған адам емеспін. Көршілер кіріп, 1000 көрші кіріп, 1000 көрші шығып жатады мен үйіме да. Мысалы, бау-бақшамыз бар ауылда. Жылда алма сатамыз енді, бірақ көршінің өзінің ақысы бар. Көрші ақысы бар. О, жігітім 20-30 коробка алма кеп қояды, міне, ал көршілеріңе тарат деп. Міне тәрбие, мен балаларыма жіберем, жаңағы арба ғой, арбаға салып берем, сөйтемді, мына жақтан бастада бәріне таратып шық деймін. Вот тәрбие. Бар, ана үйге, бәріне көшенің басына дейін таратып шық деймін. Барады да олар мәз болып таратып шығады, біздің алма деп. Ас қабақ па, салып беремді, толтырып бар таратып шық деймін. Одан кейін қалай болады? Баланың деген көкірегі, жүрегі кең болып өседі ғой. Ата-ана соған қатты мән беру керек. Ол бала ертең өсіп жетіліп, ел басқарғанда елдің ақысын жемейді ол. Ол өткен кең болып өсті ғой ол. Ол жарны болып өскен жоқ ол. Ол кең болып өсті. Ол елдің ақысын жемейді. Ол елдің қамын ойлайтын бала болады. Әрбір ата-ана соны ойлау керек. Иә, негізінде қазір біз көршілермен енді бұрында сондай сияқты еді, бұрында барлығы бір-біріне. Бұрын сондай болған. Неге адамдар бұрын жақсы болған? Неге айтады бұрын адамдар басқаша болған деп? Солай болған ғой. Мен енді ата-анам, ата-әжемнің шүкір деймін, сондай бір кең қылып өсірген. Мына жағымда дым жоқ болса да бергім кеп тұрады да. Енді ол инста парақшама қарасаңыз болады. Жаңа жыл біздің аулада өтіп жатады. Балалар мәз майрам, жазмен бүкіл бала-шаға азанда келеді, түнгі 12-ге дейін ойнайды. Ей, шуламаңдар деп айтпаймын мен. Мен рахаттанам одан. 10 балама кеп 20 бала қосылады. Мен одан рахаттанам. Көршілерім ұялады, кейде айтады, ойла, Эльмира, сен миың ашымай ма дейді. Ашымайды деймін, ашымайды, жіберіңіз ойнасын. Ана детская площадка жасаған жігітім, Аллах разы болсын ол кісіден. Әдемі қылып детская площадка жасап берді. Айналасын бәрі жасыл.
мен айтамын ғой, бұл біздің балаларға арналмаған, бұл бүкіл Көркем көшесінің бала шағасына арналған детская площадка. Біздікі емес бұл. Сіздерге сосед болып бар ғой, той желание алды. Керемет. Да? То есть осы нәрсе қазір бізде ұмытылды ғой. Мен қазір өзім ойлап отырмын да. Мен қазіргі акасы біз енді квартираға көштік. Соседтеріміз танымайды екенбіз. Вот. Да? Мен ол кісілерді көрмегенмін де ше. Мен соған қиналам ғой соған қатты. Бүгін барам мен ше соседіме бір. Құдай қаласа да. Тамаққа шақырыңыз. Тамаққа шақырыңыз, танысыңыз, бала шағасымен таныстырыңыз бала шағаңызды. Сондай біздің отбасының қағидасы сондай. Кең болсаң, кем болмайсың. Ашық бол, жарқын бол. Есігің ашық болсын әрдайым. Мен де енді осы подкастты сізбен сөйлесіп танысып маған кейін осындай қағидаларыңызды естідім ғой енді. И мен ойладым да, мына дүниені көп адам есту керек, көп адам көру керек. Өйткені қазір ол нәрсе ұмытылып жатыр да. Тек қана там ақшаның артынан жүру да. Енді қазір бәріміз жұмыс деп кетеміз ғой енді да. Особенно қазір еркек сияқты ақша табатын достигатор әйелдер көбейіп кетті. Дұрыс па? Содан енді білмеймін, сол себептен ба ерлер де әлсіздеу болып жатыр да. Вот сондай әйелдерге қандай кеңес бересіз? То есть енді бірінші очередь там бизнес ақшаны қойған, бірақтан уже жанұя уже қалып бара жатыр деген да. Енді ол әйелдерге, ол сіңілдеріме, ол әпкелеріме Алла разы болсын деймін. Еркектің тірлігін, еркектің дүниесін жасап жатыр да ол кісілерді. Бірақ бәрібір ер азамат сыйлау керек, құрметтеу керек та. Бір әңгімені білемін да, болған оқиғада. Бір әйел отбасы, шеттей бала шағасы бар. И ер азамат қайтыс болып кетеді. Сонымен қатты қиналады әйелді. Табат тиын тебен Алланың берген. И жаңағы есіктен, сыртқы есіктен кіре беріс жерге шеге қағады да, күйеуінің сырт киімін іліп қояды. Сөйтеді да, бала шағасы тиын ақша сұраса, әкеңнің қалтасынан алды. Әкеңнің қалтасынан алды. Барады да, әкесінің сырт киімінің қалтасынан алады да кете береді. Тағы сұраса, бар әкеңнің қалтасынан алды. Солай қайтқан әкесін, қайтқан жан жарын құрметтеп, солай неғанда бала шағасын өсіргенде. Мен деп емес, мен тауып жатырмын деп емес, жан жары жоқ болса да бұл өмірде әкеңнің қалтасынан ал деп бала шағасын тәрбиелейді де өсіреді да. Ал енді соны тереңірек ойланыңызшы, сол әңгімені. Жұмыс жасамаса да құрметтеді ер азаматыңды. Ойланатын нәрсе екен. Керемет. Мен де жүрегім жақып кетті. Прям жүрекке тиер әңгіме болып отыр деп ойлаймын. Ондай әңгімелер көп өте. Өзіңіздің күйеуіңізбен дұрыс қарым қатынас құру үшін да тоже бір кеңестермен бөлісе аласыз ба? То есть бірге сіздерде де қиын жағдайлар болған шығар өмірлеріңізде да? Барлық нәрсе кинодағыдай емес. Ол басқа подкаст. Ол басқа подкаст, иә. Жоқ, бірақтан енді сондай ситуациялар болады да. Ер азаматыңыз там қиын жағдайда болуы мүмкін, жұмысынан там да барлық нәрсе сразу идеально болып кетпейді. Сол кезде не істеу керек әйел? Демеу бересің. Қалай береміз? Демеу бересің, жан жақты. Енді әйел өзіне қатысты нәзіктігімен, адал асымен. Мысалы мен әрбір дайын, мен бір күн қазаным қайнамаған күнім болмайды. Ол бұрыннан айтылған нәрсе. Әр шаңырақта кемінде бір рет болса да қазан қайнау керек дейді. Қазан ол береке, киелі, айтады қазан ешкімге берме дейді. Оның бәрі бекер дүние емес. Қазақтың айтып кеткен, жаңа ертеректе айтып кеткен әрбір сөз бекер емес қой. Әрбір мақал бекер емес қой негізінде да. Сол тағамды жасағанда бүкіл махаббатымды төгем. Осы берекелді ас болсын деп. Бисмиллахпен бастаймын, дәретпен болсам жаңа Құлас сүресін айтам, Фатиха сүресін айтам. Сол менің ер азаматыма берерім сол. Бала шағама сапалы барынша қарап отырмын да.
асы болсын, тазалығы болсын, басқасы болсын, бірінші сол әйелдің ер азаматына берер жәрдемі, жаңағы бір несі да, не деп айтады, әйел тарапынан бір күш қуаты да беретін ер азаматына. Вот Ал жаңағы ол адал ас ішкеннен кейін, жаңағы бисмиллахпен басталған асты ішкеннен кейін ол адал ас болып сіңеді ер азаматыңа. Ары қарай ол ер азаматының да бір ісінің берекесі болып бір Аллах тағалам бір күшті бір жағдайын жасап қояды да. Соның бәрі үйден, әйелден басталады түпкі түбінде. Ананы бір психовать етіп, нервничать, қалай осылай жасап мә деп бересің, ол еркектің ісінде береке болмайды ешқашан. Қанша қиын жағдай болса да, Аллаға шүкір, 12 мүшеміз сау, деніміз сау. Ең қиын сынақ адамға денсаулықпен сыналу, екінші бала шағамен сыналу. Сол екі нәрсемен сыналмасаң, сен бақыттысың ғой. Ақша деген ол ең жеңіл сынақ қой. 12 мүшең сау болса, сен жасап аласың ғой оны. Ничего страшного, жығылдың ба? Тұрда, қақта шаңды. Ағай тірлігін жасап кете бер. Соны жаңағы әйел күнде ыстық тамағын дайындап, үйін таза ұстап, айтады ғой, таза үйге байлық келеді. Қазір көп айтып жатыр психологтар, байқайсыз ба? Үй тап-таза үйге береке келеді, байлық келеді. Дінімізге қарасаңыз, айтады ғой, таза емес жерге намаз оқыма дейді. Таза емес үйде намаз оқылмасын дейді. Соның бәрін әйел жағдайын жасап отырса, неге еркектің ісі оңға баспайды? Сол айтады. Супер, керемет. Вот сіз айтып жатсыз, намаз бисмиллахпен бастау дейтінші. Сіз өзіңіз бұрыннан бері намаз оқисыз ба? И балдарға, например, енді мен қазір қызым 12-ге келіп жатыр, как раз уже қанша жастан басталады негізі парыз намаз оқу? Балиғат жастан басталады. Бірақ сол балиғат жасқа дейін жаймен балаға айтып отыру керек, құлақ қағыс қылып. Біз енді еліміздің діни басқармасының бекітілген Абу Ханифе мазхабы ғой, енді біздің еліміздің несі жеңіл бәрі да, солмен ұстанамыз, еліміздің діни басқармасының бекітілген несімен ұстанамыз. Жеңіл, бисмиллахпен же, суды бисмиллахпен іш, жаңағы жаймен алып келесің ғой баланы, кішкентайынан. Мысалы 5 жасар қызым мен 3 жасар балам жатар кезде нені айтады, жаңағы тілін калимаға келтіріп, ля иляха илляллах, Мұхаммед Расулаллах деп күнде оны айтпай ұйықтамайды екеуі. 5 жасар қыз бен. Сіз оны үйреткенсіз ғой? Иә, үйреттім ғой. Жаңа 3 жасар балам 1 жыл болды үйреткеніме. Оны қалай үйреттім? Осман айтамыз, ля дейді, иляха, сөйтіп күнде солай, давай, ля, бірге екеуміз қайталаймыз. Өткенде таң қалып қалма, ля десем, уже тырс айтып кетті да. Мана жаттап алыпты ғой деймін ғой. Жаттаған сақта, потом мысалы жайлап өскеннен кейін мағынасын түсіне береді дейсіз ғой? Ең маңызды ғой негізі, ең маңызды. Бала харам мен халалды ажырата білу керек. Астан бастайсың, мысалда, дұрыс емес, күмәнді тағамдарды жеу, ол адамға өте зиян екенін балаға түсіндіресің кішкентайынан. Одан кейін көп қой енді айта берсең оған қатысты. Жаңағы дұрыс емес нәрсе көру. Мен телефон мәселесін айтсам, қазір өте бір ауыр тема деп айтайын. Балаға, енді біздің отбасымыздың жеке ойымыз, көп адамға ауыр тиюі мүмкін. Қазір қарайым, телефонды беріп қояды. Жасына келмеген балаға, бесіктен белі шықпаған балаға телефонды беріп қояды. Ол баланың бірінші денсаулығына зиян, миының өсіп жетілуіне зиян, көзіне зиян да, ертең өте қиын жағдай болады да. Ол бала дұрыс емес информациялар алады, қатыгездікті көреді, ол телефонда бәле батырдың бәрі бар ғой. Сондай көп дүниелер бар да. Содан баланы сақтау керек та, қорғау керек та. Яғни балиғат жасқа келгенше, 13 жасқа келгенше балаға
мүлдем телефон ұстатуға болмайды, мүлдем. Біз енді өзіміздің миымыз тыныш отсын, чуть-чуть тыныш отсын деп беріп қоямыз ғой енді ше. Ол біздің ата-ананың эгоизмі. Ол бізге керек, балаға керек емес ол телефон. Ол бізге керек. Тыныш отсын деп. Бала тыныш отсын, бала өзімен өзі отса, сен өзімен өзің өз рахатыңмен отсаң болды деген сияқты да. Ол біздің отбасының ұстанатын бір басты қағидаларының бірі. Қанша жасқа дейін бермейсіз? 13 жасқа дейін телефон бермейміз. 13 жасқа келгенде өзі КТЛ-ға түсіріп жібереміз. Қазір білім инновация лицейі ғой, өзіңіз бітірдіңіз ғой КТЛ-ді. Соған түсіп кетеді, болды, ол жақта телефон бермейді балаға. Күніне бір 2 сағат, 1 сағат береді, болды. Ары қарай уже қалай ол 13 жасқа дейін мүлдем бермейміз. Оны телефонды немен ауыстырасыз? Немен ауыстырасыз телефонды? Балаға жақсы сапалы, жаңағы миын дамытатын, ақыл өрісін, сондай санасын жаңа дамытатын әдемі жақсы ойыншықтар әпересіз. Аптасына кем дегенде 1 рет әперіп тұрасыз. Одан кейін аптасына 1 рет бала шағамен жаңа бірге бір жаққа шығу, қызық, ол өте қызық балаға. Одан кейін жаңағы көршімен қарым-қатынас жасайсыз. Көршінің бала шағасын бәрін кіргізесіз үйге, ойнатасыз. Бала деген рахаттанып ойнайды. Сол получается уақыттың барлығын, телефонға құртқан нәрсесінің барлығын басқа уже спорт, мысалы, кәсіби спортсмен болудың қажеті жоқ. Бала дене шынығып, мықты өсу керек та. Спортқа бересіз, велосипед әпересіз, жаңағы неше түрлі сондай пайдалы ойыншықтар. Үйге жаңа жер үйде болса, бір кішкентай болса да детская площадка жасап қою керек та. Мен инста парақшамда бар. Солай бала өседі, сол жерде ойнайды, жаңа неше түрлі турник, качеля, домик бірдемелерді, жаңа сырғанайтын нелерді жасап қоясыз. Сол жерде бала шағаның бәрін шақырасыз, міне келіңдер ойнаңдар деп көрші балаларды. Болды, телефон сұрамайды да бала шаға. Болды, құдай қаласа. Біз де енді қолға аламыз дейтін ойдамыз. Сіз бағана айтып қалдыңыз КТЛ деп та, балаларыңыз. Негізінде баланың біліміне сіздер қаншалықты көңіл бөлесіздер, бір. Екінші, олар платный школаға бара ма, кішкентайлары, үлкендері, сол туралы бөлсеңіз. Жаңағы біздің отбасының, жігітіміз екеуміздің жаңа отбасылық неміз ғой, да, қағидамыз. Бірінші, бала отбасы бір-бірін сыйлау, құрметтеу, кішісі үлкенді аға деу, әпке деу, үлкені кішіге үлгі бола білу, солай балаларымыз тәрбиелеп балаларда. Одан кейінгі ас, жаңағы жеп жатқан асына мән беру, адал ма, адал емес па, дұрыс емес па, керек болса составын тексересіз. Соған қатты мән береміз. Үйде жасаймын, тамақты өз қолымызбен, жаңа бисмиллахпен жасау, ол да бір отбасылық қағида. Әр үйдің жаңағы тәртібі бөлек қой. Одан кейін біліміне қатты мән береміз. Жігітіміз екеумізді. Өйткені сен баланың мектеп уақытысында, балабақша уақытысында дұрыс мектепке бермедің ба, дұрыс балабақшаға бермедің ба, кейін мықты университетке түседі, шетелде оқиды деген бос деп ойлаймын да, менің ойым жеке да. Балабақшадан бастайсыз, дұрыс, жақсы балабақшаға, жақсы мұғалімге, тәрбиешіге түсу керек. Одан кейін мектебін қарайсыз, мүмкіндік болып жатса, жақсы ақылы мектептерде оқыту. Ал оған мүмкіндік болмай жатса, хотя бы жақсы мұғалімге курсқа беру баланы да. Біліміне қатты мән беру керек та баланың. Балдарыңыз. Солай. Одан кейін КТЛ-ға түсу қиын болған жоқ. Бізде пятикратный атанамыз КТЛ-дың. Үлкен қызымнан бастап, 5-шім КТЛ. Частный школадан қайқа барады? Частный школадан КТЛ-ға барады. Жоқ, частный школадан қай школаға барады? Үлкендерім Бәйтеректе оқыды. Одан кейін Кембридж лайн ашылды ғой. Қазір екеуі сонда оқып жатыр. Екеуі Кембридж лайнда. Ол қаладағы ең қымбат мектептердің бірі ғой. Садикке? Алтын ғасыр деген балабақша бар. Ол балабақшада қызығы әрбір тағамның составына қарайды. Естіген. Конфет па, составқа қарайды. Қазір қызығам прям да брокколи береді балдарға да. Ол да ақылы ма?
Иә, әрине. Біраз ақша кетеді екен ғой негізінде, мына садик не дейтін да. Иә. Даже қазір ктл ақылы ма или ақылсыз болып қалды? ктл ақысыз ғой, Ақысыз. бұрыннан ақысыз ғой. Жоқ, біздің кезімізде ақылы еді да. Да? Иә, біздің кезімізде ақылы еді. Біз бітірдік қой 11-ші класста, содан кейін тегін болды. Солай ма? Иә, өйткені мен әке-шешем есімде, мен оқытқан кезде жылына 45 мың теңге ма сондай болатын тұғын. Но соны төлеуге қиналған тұғын. Бізден сол жақта ауылдан аяған тұғын. Енді бір студент болып, бір мен сол ктл-ға түсіріп, әлі есімде папа мен мамам екеуі сөйлесіп, баланың оқуын төлей аламыз ба, төлей алмаймыз ба депті енді. Ол кезде енді ақшаның құны бар кез ғой енді. Иә. И енді ол кезде мен балам ойламаймын, енді қазір бүйтіп қарасам, сол кезде оказывается осы біз енді қазір частный мектепке беру дейді. Менде көп жолдастарым да бар да, ақшасы бар, бірақтан баласының біліміне ақша инвестиция жасамайды. Мен айтамын да енді ата ана ретінде сен тәрбиесі мен біліміне құю ол сенің парызың деп ойлаймын. Ең Білімді, басты да. парызымыз ғой біздің. Білімді болса, ол ары қарай Құдайға шүкір өзінің басына алып кетеді да. Иә, дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Вот, так что родители, да, басқа бір керемет бір ресторанға бармасаңыз да, бірақтан сол баланың біліміне, тәрбиесіне өте көп көңіл бөлу керек. Мысалы біз үй соғу, мақсатымызда үй соғу бар. Қазір енді үйіміз кішігірім үй ғой. Жаңа участокта, бос участок дайын тұр. Бірақ сол үй соғу несін біз балаға жұмсап жатырмыз да. Вложениені балаға салып жатырмыз. Ай сайын ақша төлеу, білесіз ғой өзіңіз, Кембридждің басқасын. Ол бір балаға, мен айта салайын, просто балаларға түсінікті, бір балаға там 245 мың теңге ма сондай. Да? Иә. Соған үй соқсақ болады да, зәулім үй соғып алсақ болады. Бірақ біз маңызды не, соған мән береміз, жігітіміз екенбіз. Блин, супер, керемет та. Осы нәрсенің негізінде барлығы бізде андай да, маған бүйтеді ғой. Неғып сен Hyundaiмен жүрсің дейді да. Типа сен инстаграмда крутой машина ал дейді да енді ше. Енді ақшаның бәрінен, например, мен айына 1 миллион теңге бала шағама кетеді. Ашин сол балаларға садиктер, частный школаларда тамағына дегендей. Сөйтіп, сен сол ақшаны қазір оларға құртпай, күшті үй алып ал, күшті машина алып ал дейді да. Мен айтадым, қазір олардың осы уақытты өткізіп қойсақ, кейінірек мен лучше басқа әрекет жасайын. Мен лучше там 2 кубтық өзім машинам бар. Өте дұрыс айтасыз. Да, бізде вот погоня, үлкен үй соғу, да? Құдай қаласа, менде ол ниетім бар. Но мен бірінші приоритетім де сол, олардың образованиясы. Мен әлі есімде, қалтамда көк тиын жоқ. Сөйтем дағыны мен сол Кембридж Лайн мектебіне барам. Сол жердегі директор маған сабақ берген түрік тіліне, Фатих бей. И мен айтам, мен қызымды қабылданшы деймін ғой. Бірақ та мен айдың соңында төлейін деймін да. Өзіме счетчик керек ғой. Сөйтіп айдың соңында әрекет жасап, сол ақшаны табам. Сөйтіп соны төлеймін. Кейбір кезде болған тұғын, 2 ай, 3 ай қарыз болып қалды мектепке. Сөйтіп оны төлейсің. Жарайсыз. Да, андай емес та, ол ақшамыз бір артылып, короче, бай болып атқаннан ондай мектепке беріп атқан жоқпыз да. Вот, сол нәрсеге бір тоже. Бізде де дәл солай, артылып, асып тасып атқан ештеңе жоқ, бірақ маңызды не соған қараймыз. Керемет, приоритетті қойсыз. Қаражатты маңызды нәрсеге жұмсаймыз. Ал ең үлкен вложение ол балаға салған вложение. Да, вот енді келесі мәселеге өтсек. Күшті айттыңыз, бала вложение да. Біз бір кезде, енді өзіміздің өмірімізде болған нәрсе, өзімізге вложениені құюды ұмытып кеттік та. Өзімізге вложение, тек қана біз енді балажан болып неғып кетеміз ғой енді да. Енді сіздерде қалай екен білмеймін. Сөйтіп мен Ақнұрға айттым, Ақнұр, что-то біз өзімізге вложение жасайық, өзіміз дамайық. Олар бізге қарап, бой түзейді дегендей да. Сөйтіп біз енді қазір өзімізді приоритетке де қойып жатырмыз. Алдында негізінде ол нәрсе жасамадық та. Енді жастау болғандықтан ба. Сіздерде болатын болса қалай? Мен сізге қараймын, сіз өзіңізге қарап қалған әйелсіз. Дұрыс па? Өзіңізге көп ақша жұмсайсыз ба? Там салон красоты дейді. Дұрыс па? Енді көп қазір қыздарға ақша құртам десе оларда өте көп та. Вот сол жағынан сіз бөліссеңіз. Қалай сіз өзіңізді осындай
10 баламен шашылып кетеді ғой бізде ше. То есть мен былай представлять етемін да, 10 бала туған әйел ол уже бір короче өмірге желаниясы жоқ. А сізге қарайтын болсаңыз, сізден сол баналегенде әйелдік энергия, женская энергия деп айтады ғой, да, сол нәрсе сезіліп тұр. Ол нәрсе үшін не істеу керек? Салон красотаға апта сайын барып тұру керек па? Енді мен солай ойлайды, өзіне көп ақша жұмсайды, өзіне қарап қалған әйел деп ойлайды да. Солай көрсетемін мен. Мысалы, әр әйел өзінің жаңағы отбасылық бір несін одан асырып көрсету керек та. Мысалы, мен жолдасым, мен осылай аялап жатыр, осылай баптап жатыр деп мен 100 есе асырып көрсете алуым керек та. Негізінде мен салонға бармаймын. Кейбірлер сенбейді. Енді сенбесе, енді өзінің несі ғой ол. Салонға мүлдем бармаймын. Косметологқа барған адам емеспін. Маникюр жасатпаймын. Жасатпағанмын да. Прическа шынымды айтайын, өмірімде бір 2-3 рет жасаттым ау. Күлет бәрі маған. Или хвостик қып келет, или осылай өріп келет деп та. Кірпік жалғамағанмын. Оның бәрін жасайтын болса, мен мына жақта бала шағама кім қарайды деп ойлайсыз? Иә, ол да үлкен уақыт қой негізінде. Кетсе 3-4 сағатқа кетеді. Иә. Мен мысалы жүрейін, салоннан салон 3 сағат кірпік жалғап, жаңа тырнақ жасапты. Оның бәрін мен ойланып шештім да, мен бала шағама қарайын дедім. Мен табиғи сұлу болайын. Тойма той, өзім қалаймын, шашымды өрейін да кете берейін. Тырнағым кәдімгі тырнақ. Несі бар, ең әдемілік осы деп ойлаймын. Тап-тенақтай. Толықтай келсем. Бірақ сіз өзіңіз үйде, получается, там хотя бы уход за кожей дегенде. Иә, кішкене жасаймын, кәдімгі табиғи нәрселермен да. Одан кейін фитнесқа баруға уақытым жоқ. Өйткені жарты сағат әрі, жарты сағат бері. Қазір пробкада білесіз. Ол уақытты мен үйде жасайын деймін. Азанда тұрам, намазымды оқиын. Сөйтсем де бала шағамды шығарып саламын мектепке, балабақшаға. Сөйтсем де 1 сағат спортпен айналысам. Керемет. Короче, көп қыздардан көретін болса. Мүмкіндік болып жатса, Наурыз паркқа жүгіремін. Ол күнде емес. 2 аптада бір, аптасына 1-2 рет, аптасына 2 рет 3 рет болса қуанамыз. Уақыт бөлу үшін да ол. Керемет. Енді баналегі женская энергиясы деп енді көп айтады ғой қазір да. Соны арттыру үшін, получается, көп ақша керек емес қой. Енді сіздің версияңыз бойынша да. Тек қана адам өзі жалқаулық, сылтау тауып, менде мынандай жағдай болып жатқан жоқ, мен сол үшін мен фитнесқа бара алмаймын, ақша жоқ. Оның бәрі адамның әшейін несі ғой. Жаңа не дейді? Эгосы дей ма? Нәпсісі ғой. Өз-өзін солай жұбатады да. Өзіңді қамшыла, істе, жаса үйде. Тұр ғой интернетте бүкіл жасайтын дүниелерді. Жаса соның бәрін. Іздегісі келмейді адамдар. Иә, айнаға қарады, жасай бер. Сол женская энергияны арттыру үшін сіз тағы да бір басқа нәрсе жасайсыз ба? Бағана питание дедіңіз, дұрыс па? Дұрыс. Сосын екінші болатын болса өзіңіз спорт. Сосын тағы да бір лайфхактармен. Рухани азық. Рухани. Аллахтан тілеймін, көп тілеймін. Аллахтан нәзіктігіңді жоғалтпау. Өткенде сұрақ қойдым ғой сторисында. Әйел қай кезде өзінің жасы көп ұлғайып кетеді, ұлғайып көрінеді. Несін жоғалтқанда? Ол әжім емес, ол басқа емес деп. Әр түрлі жауаптар келіп жатыр ғой, жүрегі таза болмаса деп. Әйел нәзіктігін жоғалғанда ер адам сияқты болып кетеді. Ол үшін не істеу керек? Нәзіктікті жоғалтпау үшін. Өзіне байланысты. Нәзік қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді. Қыз кезінде нәзік боласың ғой. Иә. Сол нәзіктігіңді жоғалтпайсың. Жоғалып баратса қайтадан қалпына келтіресің. Ол үшін күйеуің саған жақсы қарау керек па? Күйеуіңмен жақсы қарым-қатынаста бол. Күйеуің жаңағыдай серьезный жаңағы несі, не дейді анау? Романтик болмаса да, сол романтиканы өзің жасайсың. Мен жігітім, мен екеуміз үйленгелі 1 рет бір штук гүл сыйламапты маған. Бірақ мен өзім соған еркелеймін, жаңағы не бір қылықтарды жасаймын, күлем, ойнаймын, күліп отырып шай ішеміз, былай тисем, былай шымшимын, солай өзің нәзіктігіңді
арттырасың. Сізге срочно курс ашу керек сияқты ғой шын. Жоқ, менің ойымша бұл андай өте маңызды нәрсе сияқты да. Қазіргі ұмытылып жатқан баналиға тәрбиені айтып жатсыз да, әйел өзіне қарау, баналиға адамдар сылтау айтады, ақшам жоқ, не жоқ дейтін. И бұл дүниемен көптеген адамдармен бөлісу керек сияқты деп ойлаймын да, құдай қаласа. Енді сіз там аля там психолог, там коуч по семейным отношениям не болмайтын болса да, но олардың даже менің ойымша өмірінде болып жатқан тәрбиесі балдарында даже ондай да емес та. Ал сізде болатын болса, бұл өмірлік практика. Адамдар енді эксперт дейді ғой да, например, сіз өзіңізді қазір мен сізге эксперт по отношениям десем, сіз өзіңіз біртүрлі бір сезім қалады, мен эксперт емеспін, мен оқымағанмын деп та. Ана адамдар болатын болса да, сіз там қазір представляете, сізде и так та өмірлік тәжірибеңіз бар, сіз солай өмір сүріп жатсыз, оған еще тағы да оқып да, дополнительно алатын болсаңыз, мен атымнан сізге от души кеңес да, өйткені енді ақша табу это нормально, дұрыс па? Тем более сіздің қазір енді кішкентайыңыз 3-тен асып жатса, как раз өзіңізге қарайтын уақыт дегенде, дамытатын уақыт өзіңе. И ең енді такой ауырлау сұрақ деп айтайын да, ата енемен тұрдыңыз ғой енді, дұрыс па? Ол жерде де енді бір барлығы идеальный бола бермейді ғой, дұрыс па? Қиын кезеңдер болады. Вот сондай нәрсе сізде болған ба, және болса да қалай сіз ол ситуациядан шықтыңыз да? Басқа қыздарға қандай кеңес бересіз? Өйткені көбінесе қазір енді осы келін мен ене дейтін тема өте ауыр да енді. Сіз әзірге дейін тұрып келе жатырмын дейсіз, енді неше түрлі историялар да болған шығар. Иә, енді өмір болғаннан кейін барлығы болады ғой. Одан кейін отбасы болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады, түсініспеушіліктер болады. Бірақ мен бір бетіне келіп, енемнің немесе атамның сондай бір жаман қылықтар жасамаған. Өйткені ата-анамның берген тәрбиесі. Анам айтып отыратын, үндемесең үйдей бәледен құтыласың деп та. Сол анамның сөзі маған көп не қылды да, бір өміріме жәрдем берді, үндеме деп. Білмеймін, енді Аллаға шүкір деймін, өте көп қиындықтар болды, бірақ соны жаңағыдай үндемей, артық кетпей, жаймен солай жеңе алдым деп ойлаймын. Өйткені өзіңнің тәрбиесіздігіңді, көргенсіздігіңді көрсетсең, ол ар жағы жақсы болмайды да. Үлкенді құрметтеу да. Шүкір деймін, Аллаға шүкір деймін. Мысалы, қазір қараймын да, қандай күшті деймін да, сол күйі кетейінші деймін да, атам мен енемнің көзінше жігітіме, жолдасыма ей демеппін да. Вообще дауыс көтермеппін, ей демеппін. Қазір қараймын, өзімнің 6 ұлым бар ғой. Менің көзімше балама жаңағы келінім жаңағыдай бір дөрекі сөйлеп жатсам, ол маған өте ауыр ғой. Қандай шүкір деймін да, сол күйі кетейінші деймін ғой. Сол кісілердің разылығымен жаңағы көңілдерін түсірмей да. Сол айтатыным. Ауыр қиын ситуациялар болған ба? Өмірімде қиын жағдайлар болған. Келіндікке басында түскенде дегенде енді біз келін болып түскенде, ол ата ене де кінәлі емес. Ол кезде свет жоқ заман, газ жоқ заман. Ол кісілер дайын емес, өйткені пештері газбен жылайтын. Сондай кезде түстім, 97 жылы түстім. 98 жылға қараған жыл өте қыс қатты болды. Тізеден қар. И қыс мезгілі бір 3-4 паласты алып түсті. Сөйтіп маған жу деді маған. Мен баламын ғой, иә, қыста. Балам бір дым ойлайтын ештемем де жоқ. Бір сұрағым болды, қайда жуайын дедім. Сонымен ана жаңағы сәкінің үстіне қарды күреп тастады, соның үстіне жу деді. Жанында жаңағы колонка тұр, соған шлангын жалғады, соған жу деді. Жарайды дедім да, жаңағы біреуін төсеп жібердім. Жаңағы шлангын қосып, ана суды ертіп алдым, үстіне ыстық су құйып колонканы. Сонымен ол кезде жаңағы жидкость для ковров деген жоқ. Порошокты сеуіп жіберіп, сабындап жіберіп, щеткамен жудым. Не керек, кешке дейін жудым ана 3 баласын. Мұздай сумен. Мұздай сумен. Сонымен бітіп жатқан кезде бір көрші апай келді. Ай, не істеп жатсың дейді. Осылай жуып жатырмын. Мына қол деген үсіп қалған уже. Бет деген қызарып кеткен. Ананы бітірмей кіруге бір ұялып жатырмын да.
қорқыныш та бар. Сонымен ойбой жаным ау ауыратын болдың ау деп оны да ойламаймын ғой, ауыратын болдың ау дегеннің де түбін ойламаймын да. Сонымен бітіп мәз болып біттім деп қуанып, енді ары қарай да бір ем домын жасап жібергенде жаңа бір парилкаға түсіп, ыстық баняға түсіп, жаңа бір қыздыратын бірдемелер жаққанда ауырмас па едім. Сонымен басталды, қол қақсайды, күнде қол қақсайды, оны айтуға ұялам, дәрі әкеп бер деп айтуға ұялам. Сонымен уже иыққа кетті, иық қақсайды, одан мына жақтар ауыратын болды, көкіректің тұсы, арқасы. Сонымен не керек, жөтел басталды. Жатқан жеріміз суық, жаңа кішігірім үй болды. Ол жақта ата енем бар, абысыным, қайнағам бар, жаңа келін кетім адам. Жанында времянка болды. Ол времянкада жатамыз жігітіміз екеуміз. Ол жерде отопление жоқ. Ойлаңызшы, қыста отопление жоқ бөлмеде жату. Ойлаңызшы, сол бөлмеде жатамыз жігітіміз екеуміз. Мұздай. Өзім ана мұздай ұстап ауырып қалған мұздай бөлмеде жатам. Ал жөтелем, не керек, бір ай жөтеліп жүрдім. Бір кезде температура басталды. Сол кезде айттым дәрі ішейін деп. Бисептол бірдеме әкеп берді жігітім. Бала ғой ол да. 21 жас деген бала, бөпе ғой. Сонымен үлкендерге айтуға ұялам. Не керек, енді секунд тоқтамай жөтелетін болдым. Сол дәрежеге келдім ғой. Көктем болды. Сонымен қатты ауырып жатып қалдым бір күні. Температура түспейді, 40-41. Сонымен больницаға апарып жаттым. Ол заманда бір білмеймін енді. Қазір есіме түсірсем жылағым келеді. Больницаларда қайнаған су бермейді, тамақ, басқа былай тұрсын, кәдімгі жылы су ала алмайсың. Дәрі дәрмек болса да бәрін өзің алып келесің. Тек қана саған уколыңды, жаңағы неңді, капельницаңды салып береді, дәрігерге көріп кетеді, болды. Басқа ешқандай жоқ жағдай. Жаңа не береді, төсек береді. Сонымен Шымкентте областная больницада пульмонологияда жаттым. Қарамайды ешкім. Түнімен жөтелем. Ана жанымда 3 апай жатыр. Ұйқы жоқ, жөтелем, температура, тұра алмаймын. Сонымен анам келді артымнан. Сонымен ана апай сөйледі. Мына қыз біреуге керек па өзі, мына өлетін болды ғой. Мынаны қарасаңдаршы, ешкім қарап жатқан жоқ. Ана дәрігермен сөйлесіңдер, беретін беріңдер деп. Сонымен анам дәрігермен сөйлесіп кетті. Сонымен ана дәрігер пункция жасаймын деді. Өкпеңе пункция жасаймын деді. Бір үлкен шегедей инені өкпеме не қылды, жаңа кіргізіп бірдеме қылды, әйтеуір есіме шығып кетті. Сонымен соны жасады. Ал ертесінен дем жетпейді ғой. Жатырым деп дем алам, ана ауа шиқ етіп басқа жаққа кетіп қалады. Деп дем алам, ана ауа жаңа басқа жаққа кетеді. Жылайын десем жылай алмаймын, сөйлейін десем ана апайға, апай мен демаламай жатырмын деп көзден жас кетіп жатыр, демаламай жатырмын деймін. Ана апай атып тұрып, ойбай нағыз демаламай жатыр, келіңіздер деп врач келіп жүгіріп. Анам келіп қалды бір кезде. Анам жылап жүр, мен демаламай жатырмын, мам мен кетіп бара жатырмын деп. Сонымен пульмонолог тез торакальный хирургиядан врач шақыртты, Астанаев деген, атын ұмытып қалдым. Сол кісі келді, көрді, ана өкпеге ауа толып қалған. Не істедіңіз деді ана врачқа. Пункция жасадыңыз ба деді. Я деді. Неге жасайсыз деді. Пульмонолог жасамайды екен да оны. Сонымен тез пункция жасаймыз деді. Сонымен жаңағы шегеде инені қайтан 20 сантиметрден үлкен ана шеге, жаңа ине. Өкпеме тығып 3 литр ауа алдым деді ғой. 3 литр ауа жаңа жіберіп қойғанда ана доктор. Сонымен не керек, өкпемнің плеврасын жарып жіберген ғой. Өкпемнің плеврасы жарылып кеткен. Қиналып баратын врач тез торакальный хирургияға ауыстырайық нағыз деп, трубка салып өкпеден сары су алу керек деп. Сөйтіп торакальный хирургияға алып барып, мамам жылап жүр, ана жақта ата-енеме хабарласып, торакальный хирургияға бардық. Мынандай жаңағы 2 саусақтай бірдемені өкпемнің мына жерін кесіп, сұқтанын ғыршылдатып тұрып. Менде уже ана шок болып қалғам, ана ауруды сезіп жатқан жоқпын ғой. Лишь бы ана процесс бітсе деймін. Сонымен ана трубканы не қылып өкпеге дейін алып барып,
жаңағы бір банкаға сап қойды, фурацилині бар. Не керек, сол шлангымен, сол банкымен бір ай жүрдім ғой. Жатам, 2 апта ана трубканы тыққан жерім ауырады ғой. Демала алмаймын ғой. Кәдімгі демді былай жұтамын деп. Анам тамақ же дейді. Мама, тамақ жей алмаймын. Мен демалғаныма шүкір етіңіз, мама деймін. Же өлесің сен дейді. Мына жақта бір көтерген екен, балам түсіп жатыр. Мына жақта трубка, демала алмаймын. Күнде түнде Құдайдан тілеймін ғой, Аллам, осыдан жақсы болып кетейінші. Денсаулығыма қатты қараймын. Шынымен қараймын Аллах тағалам, салақ болдым, өзім кінәлімін деп. Күнде Құдайдан тілеймін ғой. Ана деп сәл тереңірек демалсам, шүкір деймін ғой. Деп демалсам, шүкір, 2 апта солай жаттым. Мына аяқ деген мынандай болып құр сүйек. Мен тамақ жемесең, ішпесең, анам жылап еңіреп басымда отыр. Сонымен не керек, 1,5 ай дегенде шықтым ғой. Сол әшейін палас жуудан әшейін үндемей сол адамдардан там ауырып жатырмын деп айта алмағаныңыздан өмірден айырылып қалайын деп қалдым десеңші. Сонда сен бала табуың қиын болады ау деген ана врач. Ол кезде енді тұрмысқа шыққанмын ғой. Сен бала табуың қиын болады ау, енді өмір бақи өзіңді сақтанып жүресің деп та. Енді бұл алған сабағым, бұл жерде ешкім кінәлі емес. Өйткені үлкен кісілер, мен ата-енем одан да қиын нәрселерді көрген, қатайған, так что оларға это норма да. Мен көтере алмадым да, мен денсаулығым көтере алмады. Одан кейін мен балалығым да болды да. Білмеймін ештеңені, денсаулықтың қадірін білмеймін, мен балалығым болды. Жігітім болса да бала ғой, 21 жас бөпе ғой. Оны да кінәламай, мен тек өзім кінәлімін. Бірақ мен одан үлкен сабақ алдым. Денсаулықты күту, баптау, ауырып жатқан ауруын жасырған, таңдамай өледі дей ма, ауруын жасырмай айту. Бірақ мен келіндерге айтар ақыл кеңесім, бұны жасама. Мен өзімнің сол, мен палас жудым екен деп, келініме оны жуғызбаймын. Сол жеткізсін сол күнге де, тірі болып тұрсам. Не қазір дамыған заман, химчистка бар, дұрыс па? Сен химчисткадан аядың ба ақшаны? Ана белің үзіліп кетейін деп, ана кілем жуу деген сұмдық қой. Оны аядың ба, ол ақшаны, ол ақша ертең дәрі-дәрмекке кетіп қалады. Бір кілем жууға 5-6 мың теңге кетер. Жума оны, химчисткаға бер. Одан бөлек тірлік, одан бөлек жұмыс жетеді ғой келіндерге. Дұрыс айтасыз. Мен тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр сізден. Енді қазір самореализация дейтін енді модный сөз бар ғой, да? Әрбір адам өзінің арманы бар, жұмыс істегісі келеді, да? Бір карьера құрғысы келеді, немесе там өзі кәсіп бастағысы келеді дегенде, да? Сізде де сондай болған шығар деп ойлаймын, да? То есть сіз жастайыңыздан там тұрмысқа шықтыңыз, бала шаға тудыңыз, қасыңыздағы там подругаларыңыздың барлығы жұмыс істеп жатыр. Сізде сондай қызғанулық болды ма? Неғып мен осы үйде отырып, өкініш, да? Неғып мен үйде отырмын, барлығы дамып жатыр дегенде? Алғашқыда болды. Үйде бала шаға бірін енді бесіктен шығармас, екіншісі келіп жатады. Біреуін көкіректен шығармай жатып, екіншісі келіп жатады да. Ондай болды, жыладым да. Бірақ қазір қараймын ғой, үлкен қызыма қараймын. Үлкен қызым бір үлкен әулеттің келіні, мақтаулы келіні. Ол 3 бөпені дүниеге алып келіп тәрбиелеуде. Мен оның қалай тәрбиелеп жатыр, қалай қарап жатыр перзенттеріне, сапалы түрде бақылап отырмын. Мен сапалы баланы тәрбиелеп жатырмын десем, менің қызым менен 1000 есе артығырақ сапалы тәрбиелеп жатыр қазір қарасам. Прям мен жасай алмаймын, оның жасап жатқан дүниесін мен жасай алмаймын да. Сапалы түрде. Солай қараймын, балаларыма қараймын да. И шүкір деймін ғой. Мен үйде отырдым, мен карьера жасаған жоқ, мен жұмыс жасаған жоқпын. Өмірімнің бәрін үйіме, бала шағама арнадым. Менде сұрақ,
мен не жасадым? Мен әр адамның өзінде бір сұрағы болу керек. Біз Қазақстан мемлекетінде, өзіміздің елімізде өмір сүріп жатырмыз да. И біздің әр адамның бір титтей де болса да еліне пайдасы болу керек. Патриоттық бір рухы, сезімі болу керек та. Ол менде ол сезім бар, бірақ мен не жасап жатырмын деген сұрақ болатын менде да. Қазір қарасам, Аллаға шүкір деймін, әр балам бір тұлға болып қалыптасып келе жатыр. Сол жүректің ашықтығының кең қылып тәрбиелеудің арқасында қолдары ашық, кең, сондай пәк та, әрқайсының ойы, санасы, иманды, салихалы да, шүкір деймін да. Менің еліме, халқыма жасаған еңбегімді бір титтей де болса да пайдам, өзімнің ойым ол сол деп ойлаймын да. Мен киелі, иманды елімізге үлкен жұмыс атқаратын, еліміздің дамуына үлкен үлестерін қосатын ұрпақ тәрбиелеп жатырмын деп, күшті ғой деймін да. Мен қандай үлкен еңбек жасап жатыр екен негізі деймін да. Сол жауабым сол менің да. Керемет. Дальше әлі 3 жасар балам да бар ғой. Мен жасар, елім үшін, халқым үшін жасар еңбегім көп та. Соларды жүрегін ашық қылып, көздерін ашық қылып, кең қылып тәрбиелеуім керек та. Сізде ол ең қызығы еще, сіз қазір онымен тоқтамай, енді практически 50-ге жақындап жатсыз ғой уже да. Ана заманның адамы деп айта аламыз да енді сізді ше. И сіз болатын болсаңыз, оны әлі есімде, там обучениеге личный брендті қазір қалыптастырамын, бетем деген кезде мен шок болдым да. Там 10 бала шағасы бар, оны кішкентайы бар, и сіз өзіңізге енді қазір уақыт бөліп, көңіл бөліп, оның өзі де сіз тек қана өзіңіздің 10 балаңыз емес, да, Қазақстанның миллиондаған балдарына, аналарына үлкен, сіздің әрбір видеоңызды көріп сізге подписка жасап қойса, оның өзі бір не да, ұмытып кете береміз ғой, дүниенің артынан қолап та. Сіз тәрбиеге жөн бөлу керек, барлық нәрсеге уақыт бөлу керек екенін, Құдай қаласа сізде блогыңыз дамып, да, миллиондаған подписчиктер болып, осы Қазақстанның номер 1 анасы ретінде аттанатыныңызға мен сенімдім. Құдай қаласа барлық сәттілік, сізге үлкен рахмет. Бүгін біздің подкастымызға келгеніңізге. Осымен тамамдайық. Сізбен бірге болған Марат Сырғабай және де Эльмира ханым, Сыр подкасты.